мынау жаңағы полиция жаман жүріп нұрлы бар. Балдарға ескерту көбінесе осындай жас өспірім балдарға не болып жатыр. Автокөлік, жол көлік көбінесе кішкентай балдарға ағып жатыр. Жаңада ол бір ойнайтын кездерінде жолға шығып кетпең балдар. Хорошо жүгіріп шықпаң жолға. Еще осылар өтетін кезінде қараң. Билікпен жүретін болсында билікті ұстап өтесіңдер кеше болса. Алдыға сондай случай болды, құлам тасжолда болды. Ол жерде кішкентай бала 2015 жылы. Сол үшін балдар сендерге бір ескертіп айтып отқаным бар. Сендер балалықтан білмей жүгіріп кетіп қалып, оқталуға кетіп қаласыңдар. Сондай моменттер болған кезде қараң. Сіздерге түсіндіруге жұмыс жатыр. Бәрін өсіп бар. Қараңыз, өсіп бәрімізде бір өсіп бар екен. Былай жүрген кезде, атлас жүрген кезде, жолда жүрген кезде, барынша атласқа қастайға әтіма, ал шығып, тоқтан яма, Жаңаөзен қаласында, осы сізде сияқты балдармен көбіне осы ескертілді. Аяз жол атыр, әйсі қақты жатыр. Осы жүрген жатыр, сендердің бұл жақта бірдей ер азаматы боласыңдар ғой. Түсіндір ма? Осы сіздерге ескертіп жатыр. Велосипед айдаушылар болып, жолдың бойында айдамаңдар жаңағы. Көрмей қаласыңдар да. Сол кеш қараңғы уақытына келді. Автомобиль, велосипед түгіл, машинаны көрмей қалады автокөлік. Соғып кетеді. Көрсетпесін, жолдың бойында айдамаңдар. Айдайсыңдар ма? Күндіз айдаңдар. Ашық далалық айдаңдар. Жолдың бойында қаланың ішінде айдап жүрмеңдер. Ескертпеген сошы. Велосипедтерде ешқандай жарық, аппарат дым жанбайды. Көрмей қалады, аттарына келіп соғады. Қалада осындай көп автокөліктер соғып кетеді велосипед. Жаяу жүргенде байқамай қалады.